12-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам, Хамбалдың сөзіне ашулы қыздар күлді. Байлаулы тұрғандарға қарап басшы қыз: өлулеріңе азақ уақыт қалды. Мүмкін өлімдеріңді ақтайтындай бастарыңнан өткен қызықты сырларың болса айтыңдар. Оған кеңшілік беремін деді. Сөйтіп 3 соқырға қарай бетін бұрып: осы сіздер үшеулерің бірге туған кісілерсіздер ме деп сұрады. Соқырдың бірі тік тұрып: жоқ, Құдай ақына, шынымызды айтайық. Әр қайсымыз әр жақтан келген жолаушы едік. Бір кезде мен 2 көзі де сау кісі едім. Бұл соқыр болуыма байланысты өте қызық әңгімем бар деді. Оның сөзін бөліп Хамбал: алдымен менен сұраңызшы, мына байлаулы арқан бунап өлтіріп барады деді. Қыз тағы күліп: айта ғой деді. Мен айтқанда нені айтам? Қаланың ішінде жүк көтеріп, тапқан аз ғана тиын тебеніммен күн көріп жүрген кедеймін. Мына бір қыз бүгін базарда кездесіп, кәрзеңкемді үйге апар деді. Қай бір емін еркін нан табылған қала бұл дедім. 2 алтын беріп едіңіздер, алтынсыз махаббат қанбайды деген соң, оны да мәжілістің жарнасына төледім. Аяғы мынау өлім болып жабысып, қолым байлаулы тұр. Менің әңгімем осы деді Хамбал. Қыз қолына қарап, қолын шеш деді. Босанған Хамбалға: үйіңе кетуге рұқсат деді қыз. Жоқ деді Хамбал. Мыналардың әңгімесін тыңдамай, менікіндей жапсарын келтіріп айта алмай нететін болса, кешеден бері көрген қызығым аз ба? Соның бірі болар, өлгенін көрем. Бет алды босанған екем деп неге кете берейін? Отыруға рұқсат етіңіз. Хамбалға отыруға рұқсат берді. Бірінші соқыр әңгімені бастады. Бірінші соқырдың әңгімесі: мен сақалым қырқылып, көзім соқыр болмай тұрғанда бір патшаның баласы едім деді ол. Әкемнің бір туысқаны бар еді. Ол да бір шаһардың патшасы еді. Оның мен туған күні туған бір баласы болды. Мен ержетіп бір күні әкемнің туысына амандасқалы бардым. Оның баласы менің барғанымды өте қош болып құрмет көрсетті. Екеуміз бірге отырып бір жаттық. Бір күні шаршап ішіп мас болдық. Туысымның баласы: сенен тілейтінім бір қажетім бар еді деді. Мен: тілеңіз дедім. Бұл тілегім деді ол, аз ғана істеп жіберетін жұмыс қана. Егер қиналмасаң, қазір орындауға да болады. Мен: орындаймын, айта ғой дедім. Жігіт тұрды да жүгіріп кетті. Бір кезде сұлу қызды ертіп қайтып келді. Сен осы қызды ертіп қала шетіндегі молаға бара бер, мен де ұзамай барамын деді. Мен де қайтарып айтқан сөз болмады. Қызды ертіп айтқан жеріне бардым. Туысымның баласы да келді. Қолында қапқа салған сементі, бір кетпені бар. Бір шелек су да ала келіпті. Бір моланың ескі тамына кірді де жер қазды. Ұзамай қақпақ етіп жапқан бір тастың бетін ашты. Оны көтергенде жер астына қарай кеткен баспалдақ көрінді. Қызды ымдап шақырып, төмен түсіріп жіберді де маған: айтқан уәдеңді орында. Мен түскен соң тасты жауып, оланы көміп, бетін мына сементпен сыла. Сыртынан қараған кісі көмілген мола екен деп кететін болсын. Соны істесең, маған туысқандық міндетіңді атқарғаның деп жер астына кіріп кетті. Мен моланы көміп, бетін сылап, әкемнің туысқанның ордасына келсем, ол аң аулап кетіпті. Қайтып келіп, баласын сұраса не деп жауап берем деген ой маған түсті. Қайта келіп, көмген моланы аштым. Жігіт пен қыздың қайда кеткенін таппадым. Баспалдақтың бәрі жоғалып, жол көміліп қалыпты. Енді мұнда тұрудың реті таба алмай, өзімнің үйіме қайттым. Қалаға жақындап келгенімде бір топ кісі мені қамап алып, қол аяғымды байлады. Байқап қарасам, бәрі де бұрын әкеме қызмет істейтін уәзір бектері екен. Олар: біз әкеңді өлтірдік, енді қаланың патшасы бөтен кісі. Сені сол жаңа патшаға апарып тартамыз деп алып жүріп кетті. Патша болған уәзірдің біреуі екен. Оны мен бұрыннан араз едім.
Жас күнімде садақ тартып үйреніп жүріп, атқан бір оғым қайтадан сол уәзірдің сол көзіне тиіп, оны соқыр қылған еді. Әкем патша болған соң құнын сұрауға жасқанып, Құдайдан күтіп қойған болатын. Байлап алдына келген мені өгеріп, өлтір деп бұйрық берді. Мен күнәсіз едім ғой тақсыр дедім. Күнәсіз болсаң мына көзді кім шығарды деп көзін көрсетті. Сөйтіп өз қолымен сол көзімді шығарып, өлтір деп жендеттерге беріп жіберді. Жендет бұрын әкеме қызмет істеген, мені тәуір көретін дос еді. Елден аулақ әкеліп, қол аяғымды босатып қоя берді. Мен көзден айырылып, әкемнің туысына келдім. Бастан өткен уақиғаны айтып жыладым. Ол өз баласының қайда кеткенін білмей, қайғы басып отыр екен. Қайғы үстіне қайғы басып, менің хәлімді естіп тағы жылады. Мен баласының жер астына кіріп кеткенін айттым. Екеуміз барып, моланы ашып, көмілген жолды ашып, жер астын қарадық. Жердің астында бір үй жасалыпты. Ішінде жағалаған шам, неше түрлі тамақ, құрулы тақ тұр. Бір жерге төсек салынып, бетіне шымылдық ұстап қойыпты. Патша барып пердені көтерді де жылады. Баласы мен әлгі қыз өрттен қалған шаладай күйіп өліп қалыпты. Жасын тиіп, баласының бетіне түкірді де, Құдайдың қаһары тиген адам осылай болады деді. Әңгіме осыған жетіп, Шахризада ұйқыға кірді. 13-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам! Патша баласының бетіне түкірді деді соқыр. Мен оған ренжідім. Әкемнің туысына, сіз бұлардың бетіне не үшін түкірдіңіз? Өртеніп өлген түрі мынау, бұларға осы өлім аз болды ма дедім. Ей балам, деді ол. Мына баламның қасында жатқанда өзімнің қызым. Бұл бала жас күнінен өз қарындасын жақсы көретін. Кейін келе екеуінің арасында өзгеше махаббат бар сияқтанды. Бірнеше рет ақыл айтып, тоқтау салынды. Қызды бөлек сақтадық, ақырында елден ұялып, жер астына үй салып, осы жерде тауыпты. Енді бұларға Құдай қаһар етіп, өртеп жіберген. Бұлардың осындай шектен тыс күнәсі үшін бетіне түкіремін деді. Моладан шығып ордаға келдік. Әкемді өлтірген уәзір әскер алып әкемнің туысына келді. Ол қарсы шығып ұрысарлық шамасы болмай бағынды. Мен қолына қайта түссем өлетініме көзім жетіп, сақалымды қырқып, үстіме қайыршының киімін киіп, осы шаһарға келдім. Үмітім осында тұрған Харун Рашид халифаға мұңымды шағып, датым жетсе, маған жәрдем етер деп едім. Қонатын жер таба алмай, сасып тұрғанда мына екі соқырға кездестім. Үшеуміз қосылып осы сарайды таптық. Енді келіп өлім тұзағы басыма түсіп тұрғаны мынау, деп соқыр сөзін бітірді. Ол әңгімесін аяқтаған соң, қыз құлынына қарап, босат қолын деп бұйрық берді. Кете беруіңізге рұқсат десе де, өзгелердің әңгімесін тыңдаймын деп, Хамбал сияқты ол да отырды. Екінші соқырдың әңгімесі. Менің соқыр болуым да, айтып тауысқысыз, толып жатқан әңгіме бар деді екінші соқыр. Мен де бір патшаның баласы едім. Жасымда оқып, барлық ғылымнан хабары бар ғалым болдым. Құранды жатқа оқитын, әдемі үнді, мақтаулы қари едім. Бірнеше ақындардың, жазушылардың шығармаларын жатқа білдім. Менің бұл зеректілігім жан-жақтағы патшаларға естілді. Үнді патшасы қызығып, мені күйеу бала қылмақ болды. Әкеме бірнеше рет хат жазып, хабаршы кісілерін жіберіп, еліне мені шақыртты. Әкем оның тілегін қабыл етіп, мені бірнеше кісілермен үндіге аттандырды. Біз көліктерімізбен кемеге отырып жүріп кеттік. Судан аман шығып, жүктерді түрлі хайуандарға артып, салт атпен сапар еттік. Ыстық жердің сазғары сары даласы еді. Көздің ұшынан шалықтаған түтіндей будақ-будақ шаң көрінді. Бірте-бірте таянып, шаң астынан салт атты, қару-жарақты сарбаз шықты. Араб елінің әскері екен. Қолдарында Қытай елінің жалындаған найзалары бар. Бізді бөгеп, қайда баратынымызды,
қайдан келе жатқанымызды сұрады. Оларға үнді патшасына апара жатқан мал екенін, өзіміздің сол патшаға күйеу бала болғалы бара жатқанымызды білдірдік. Оны білген соң келе тиді де кісілерімізді қырып салды. Бір қатар кісілер қашып жан сақтады. Өзімде жаралы боп қашып тауға тығылдым. Арып ашып сүйретіліп бір қалаға жеттім. Қала шексіз үлкен, сәнді қала екен. Бір етік жасаушының жанына келіп жай білдірдім. Ол менің жайымды тыңдап, басын төмен салып біраз ойланды. Артынан маған: бұл жайыңды ешкімге айта көрме. Егер біреу білсе, сені тірі қоймайды. Сенің әкеңмен бұл қаланың патшасы қас, кәсіп етіп күніңді көріп жүре бер деді. Сөйтіп қандай өнер білесің деп сұрады. Мен түрлі ғылымнан хабарым бар, ғалым екенімді айттым. Ей балам, деді жамаушы, бұл қалада түкке тұрмайтын өнерің бар екен. Ғалым кісінің біздің шаһарда жамаушы мендей де құны жоқ. Ондай өнері бар кісінің жүздеген қайыр сұрайды. Тіпті еш нәрсе істей алмай аштан өледі. Сен өлмес қамыңды істе. Бір жіп тауып алып, таудан отын әкел, соны сатып нан тауып же. Мен ұзамай-ақ сол сөздің шын екенін көзіммен көрдім. Өлмес қамымды істеп, таудан отын арқалап әкеліп саттым. Бұл кәсіпте маған баянды болмады, пәлеге ұшырадым. Бір күні тауға отынға барып, үлкен бір ағаштың шіріген түбін сындырып алғалы, түбін келеуледім. Ағашын алған соң астынан бір үңгір шықты. Үңгірге кіріп, ішін қарағым келді де жүре бердім. Бара-бара астынан бір баспалдақ көрінді. Мен оған таңырқап төмен түсе бердім. Баспалдақ жер астындағы бір сарайға апарды. Сарайда салтанатты үйлер салынған, ішінде адам жоқ. Аралап келсем, бір үйде сұлу қыз отыр. Оның жүзін ақын кісі бұлай суреттегендей: жаннаттағы хор қызы қызметіне тұрғандай, уытындай шараптың жанды серсоқ қылғандай, жібек шашы құлпырып, құралайдай бір сұлу пайда болып көрдімде, жүрегімне бір жылу. Қыз мені көрді де: сен перімсің, жымбысың, адам болсаң бұған қалай келдің? Мен 25 жылдан бері осы сарайда тұтқын болмын. Содан бері адам баласын көргенім жоқ. Егер сен адам болсаң, Құдайдың көмегімен келген боларсың. Сенің дидарыңды көргеніме шүкір. Сенің көріп жүзіңді көтерілді көңілім. Жасарғандай жас келіп, қайғы басқан өмірім, деді. Ол менің жан жайымды сұрап, әңгімеге кірістік. Мен бастан өткен жайды сөйледім. Көрген бейнеттерімді тыңдап күйінді. Өзім Анбос деген патшаның қызы едім. Тұқымдас бір патшаның баласына бермек болып, той қылып, неге қиғалы жатқанда дию алып қашты. Содан бері осы жерге әкеліп қойды. Өзі 10 күнде бір келіп қасымда ұйықтайды. Мына бір тақтайға 2 жазу жазды. Егер диюды келсін десем, соны сипаймын. Сол кезде ашып жұмғанша жаныма келеді. Дию кеткелі 4 күн болды. Енді 6 күнде қайтып келеді. Сен 5 күн қасымда бол. Оған дейін ойнап күліп, көңіл көтерейік. Дию келерден 1 күн бұрын шығып кетсең, пәледен құтыласың, деді. Қыз мені моншаға апарып жуындырды. Үстіме киім кигізді. Шарап әкеліп ішкізіп, тамақ даярлады. Тағанда қыз ұйықтамай, бойымды сипап, өз еріндей күтті. Көңіл сусыны қанбастай қызық-қызық әңгімелер айттық. Қыз өлең айтып көңіл көтерді. Көзді ашып жұмғандай болмай 5 күн өтіп те кетті. Қыз: сен енді бұл жерден кет, деді. Қалай кетейін? Сенсіз мені тұруға сабырым жоқ. Егер кетсем, сені алып кетем. Сендей сұлуды диюдың мола сияқты мекеніне қалай қалдырамын, дедім. Дию 10 күнде бір келіп, бір түн қасымда болады. Одан кейінгі күн екеумізге аз ба? Оған мен қанағаттанбадым. Қызық ішіп шарап жұтқан көңілімді шарықтатып, әлде қандай батырлық кернеді. Бұл диюды өлтірейін деген ой түсті.
Барып сипап шақыратын тақтайды сипап, келседеуді өлтірмек болдым. Бардым да тақтайды сипап жібердім. Қыз жылап, енді құрыдық деді. Шахризада осыған жетіп әңгімесін үзді. Жалғасы ертеңге қалды.